Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді трубочкалар жасайтын боламыз. Өте оңай, сонымен қатар ингредиенттері барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылады. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын, ақ уызын және де сары уызын бөліп аламыз. Әзірге қамырын жасайтын боламыз. Және де бұл жерде ескере кететін жайт, ақ уызға сары уыздан бір тамшы болсын тимеуі керек, себебі жақсы миксерленбей қалады. Және де ыдысыңызда май және де су болмауы керек. Ал енді қамырымызға кірісеміз. Ең алдымен 100-150 грамм майды аламыз және де оны табамызға салып, оғының үстіне ұн қосамыз және де оны маймен үгітеміз. Маймен үгіткен кезде олар бір-біріне жабысатындай болуы керек. Және де осыдан кейін 3 сары уызымызды қосамыз. 3 сары уызды қосып, тағы да қамыр илейміз. Және де оның үстіне 50 мл сүт қосамыз. Және де осыған мөлшерінше ұн қосып, барлығын жақсылап, осылай ұнды илеп, қамыр илеп шығарамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы тиіс. Ал қазір болса крем дайындаймыз. Кремді дайындау үшін 180 грамм қантқа 90 мл суды қосып, қанты ерігенше қайнатамыз. Ол осындай болуы тиіс. Және де қайта оралатын болсақ, жаңағы ақ уызымызды миксерлейміз. Миксерлеген кезде, оны төңкерген кезде, ол табадан түсіп кетпейтіндей болу керек. Аппақ үлкен көпіршік секілді болуы тиіс. Және де осыған жаңағы дайындаған смесімізді қосып араластырамыз. Үш 5 минуттай араластырасыздар миксермен. Лимон қышқылынан шым-шым қосамыз, және де өте аз қосыңыздар, себебі ашты болып кетуі мүмкін. Оны да миксермен 2-3 минуттай араластырамыз. Ал енді қамырға оралатын болсақ, оны жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін оны осындай бөліктерге бөлеміз. Және де егер де сізде формасы бар болса, соған орайсыздар. Ал егер формасы жоқ болса, оны жасау өте оңай. Жасап алсаңыздар болады. Осылай формаға орайсыздар. Міне осылай болуы тиіс. Және де осылай барлығына істеп алғаннан кейін, осылай табамызға сала бастаймыз. Салғаннан кейін ол қызарып әдемі болып пісуі үшін бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқаны жаққаннан кейін бетіне мак, күнжіт және де тағы да басқаларын сепсеңіздер болады. Менде ол күнжіт. Және де осыны алдын ала 250 градуста қыздырылған пеште 15-30 минут аралығында пісіреміз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Және де оны толықтай суытып аласыздар. Егер ол жылы немесе ыстық болса, кремдеріңіз еріп кетуі мүмкін. Толықтай суытып алғаннан кейін кремді ішіне саламыз. Міне осымен өте дәмді трубочкалар дайын. Жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Және де лайктарыңызды басыңыздар. Сау болыңыздар.